Ассалаумағалейкум. Бірінші мандариннің дәнектерін аламыз. Арасынан үлкен осындай дәндерін алып, осының сыртында салафаны болады. Сол салафандарды ақырын ашамыз. Мінекей пышақтың көмегімен осы ақырын осы дәннің сыртындағы салафанды ашамыз. Мінекей ашылады өзі. Ақырын осылай барлық ірі дәннің салафандарын не істейміз? Ашып шығу керекпіз. Мінекей. Дәндердің сыртындағы салафанды алып тастадым. Енді бізге ыдыс керек. Ішіне биогумус саламыз. Және осы дәндерді егетін боламыз. Баклажканың түбін кесіп алдым. Ішіне астына азырақ тас тастап, щебенка, сосын биогумус салдым, бір 4-5 сантиметр. Дәндерді равномерно жайғастырып, үстіне азырақ және не істейміз? Биогумус саламыз. Гүл істеп атың ба? Гүл істеп атым. Енді осыны сәл тегістеп. Шамамен жарты сантиметрдей үстіне салдым биогумус. Енді жаңағы азырақ ылғалдап, көп суды құюдың қажет жоқ. Азырақ ылғалдаған соң, осы контейнердің үстін жабу керекпіз. Бір 2 күн сайын осы бір ашып, ішіне ауа кіргізіп тұрамыз. Және дәндердің өніп шығуын күтетін боламыз. Енді біз контейнерді осы подоконникке қоямыз, жылы жерге. 2 күн сайын төбедегі жағы крышкасын ашып, осылай қайттан жауып қойса болады. Азырақ тұрғызып, ауа кіргізіп дегендей алмастырып ауасын. Сосын ылғалдығына қараймыз, мән береміз. Үйде биогумусқа егілген және де басқа үй өсімдіктері бар. Алой өте тамаша өсіп жатыр. Помидордың көшеті өніп шыққан екен. Биогумуспен ішіне келген болса керек. Пересадка жасадым. Алойды таза биогумусқа жақсы қабылданды. Мынау өсімдік жаңағыдай биогумусқа салған соң, қарап отырсаңыздар, асты жағынан да жан жағынан не істеді? Жақсы қарқынды өсіп жатыр. Денежный дерево дейді. Осы да жақсы өзін сезінуде. Күндіз мынау утеплительді осыны ашып, даладан бір мезгіл осы гүлдерге күн түсуін қамтамасыз етіп жатырмын. Жалпы өте тамаша. Жай бізде үй гүлдерін өсіруді қолға алдық, Құдай қаласа. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, комментария жазып, каналға подписка жасаңыздар.